Мен бұл заң жобасы бойынша кеше өзіңізге де сұрақ қойдым. Заң дайындаған кезде де өз сұрағыма жауап аламадым. Өзіңізден сұрағым келіп тұр. Осы заң төңірегінде шетелден келген мамандарға арнайы жағдай жасалу қаралған. Көші-қон заңдарын жеңілдету. Бұл жерде бір сұрақ туындайды. Бірнеше жыл бұрын цифрлық министрлік өзіміз жергілікті кадрлар дайындаймыз деп Течорда деген жобаны бастады. Миллиардтар теңгелер жұмсап жатырмыз, өз мамандарды дайындаймыз деп. Бірақ өкінішке орай бұл жүйе өз нәтижесін бермеді деп түсінуге болады. Осы ұсыныстарды бергеннен кейін. Мысалы, мен қарап жатырмын, 2 миллион адам тұратын Түркістан облысында бір жылда 15 адам оқиды. Неге? Қандай себептен? Неге Түркістан облысы 2 миллион 15 адам оқитын болса, Қарағанды облысында 11 рет артық, Астанада 40 адамнан есе артық, Алматы 30 есе артық. Дәл сондай азаматтар емес пе? Мысалы, мына жерде қарап отырмын, Павлодар, Қостанай, Астана 6-4 есе артық адамдар оқиды, бюджеттен 600 мың төленеді. Сонда бұл жерде дұрыс жүйе жасалмаған ба, программалар дұрыс дайындалмаған ба, жергілікті мамандарға біз ысырып қойып, шетелдің мамандарына жағдай жасағанға экономикаға зиян тимей ме деген ой.